Осы 6 айдың 6-сы менің туылған күнім. 6-сында туылған кісілер астыға жаза кетіңіздер. Балаларыңыз болсын, мейлі өзіңіз болыңыз. Нумерологияның тілімен айтқан кезде алтылықтар деп айтады. 6-сында, 15-інде, 24-інде туылғандар, бұлар жаратушының бриллианты деп аталады екен. Өйткені 3% адам 6-сында туылады екен, алтылықтар. Алтылықтар егерде өзінің қалауымен жеңіл жұмыстармен айланысатын болса, мысалы өзін қатты қинамайтын жұмыстармен тәнін, онда ондай адамдардың жолы қатты болады. Егер де ол өзінің өмірге келгені мақсатын білмей өмір сүретін болса, онда ол адам өте қатты қиналады. 6-сында туылғандар негізі өте қатты жолы болғыштар. Сондықтан егер сіздің балаңыз 6-сында туылған болса, мейлі қаншыншы айдың болсын, 6-сында туылғандар болса, балаңызды көп ұрыспаңыз, балаңызды ұрмаңыз, өзінің еркімен, өзінің қызғатын, өзінің қалауымен өмір сүруге қарай бейімдеңіздер. Өйткені 6-сында туылғандар табиғи түрде олар өте қатты жаратушының мейірімімен туылады екен. Алтылықтардың тілімен жаратушы сөйлейді дейді. Сондықтан алтылықтардың айтқан сөзі өте қатты маңызды болады екен. Өйткені олардың аузына жаратушы табиғи түрде өзі сөз салып тұрады дейді. Бұл енді нумерология дегенде бекер шықпаған нәрсе ғой. Сондықтан мен сондай 6-сында туылған адамдарға қарап білем да негізінде. Өте қатты мықты болғандығын. Енді мен 6-сы күні жұма таңертең қылайып жаңадан атып келе жатқан кезде туылған екен. Сондықтан бір туысымыз жұмагүл қояйық, жұма күні туылды депті. Енді бір туысымыз ойбай таң атып келе жатқан кезде туылды, таңгүл қояйық депті. Сол кезде біздің үйімізге бір жолаушылап ата келе қалыпты. Ол ата айтыпты, менің қызымның аты Айнұр. Айнұр деп қойыңдар қыздарымның атын деп, сонымен менің атым Айнұр болып қойылған екен. Болмаса осы кезде таңгүл, жұмагүл деп аталып жүретін едім, достар. Енді бір 6-сында туылғандар жөнінде ақпараттар өте көп. Неше түрлі, мен оны қысқартып қана айттым. Бастысы, өзім 6 деген санды өте қатты жақсы көремін. Бірнеше күн ғана қалды менің туылған күніме. Туылған күніме құттықтау айтып қойыңыздар, достар.